Саламатсыздар. Мен бүгін сіздермен ірімшіктен, яғни сырмен жасалатын сырный печеньенің рецептісімен бөлісемін. Бұл рецепті өте дәмді және қолжетімді заттармен ғана жасалынады. Қалай жасалу жолын білу үшін менімен бірге видеоның ақырына шейін болыңыздар. Егер де жазылмасаңыздар, менің каналыма жазылып, қасындағы қоңырауды басып қойсаңыздар, менің видеомды жіберіп алмайсыздар. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, сырды үккіштен осылай өткіземіз. Жаңа айтқанымдай, бұл печеньеге керекті заттар өте құрамы азғантай және үйден табылатын, болмаса айналамыздағы дүкеннен табылатын заттар. Міне, одан кейін осы үккіштен өткізіп аламыз. Одан кейін сары майды қатып тұрған тоңазытқыштан, морозилкадан алған сары майды да үккіштен өткіземіз. Бұған маргаринді мен алмаймын. 82,5% татарский майды аламын. Болмаса жақсы сары май болса да болады. Міне, екеуіні алып араластырып аламыз және елегіштен өтіп тұрған ұнды саламыз. Ал қаншасы қанша керек екенін құрамындағы описаниеде жазатын боламын. Одан кейін жұмыртқаның сарысын саламыз және тұз. Енді осылардан қамыр илейміз. Жақсылап қамыр илеп аламыз. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Және бір нәрсе түсініксіз болса, пікірде сұраңыздар. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Міне, осындай бір қою, сондай тесто шығады, осындай қамыр шығады. Бәрін біріктіреміз қолмен, себебі май өте қатты, морозилкадан шыққан. Қатты илеп жібермейміз қолымызға. Қолымыздың жылуымен еріп кетуі мүмкін. Ол кезде структурасы өзгереді. Мен бұл қамырды алған, өз азғантай болса да 3-ке бөлдім. Себебі 3 түрлі дәммен жасағым келді. Сіздер балдарға өте чипсидің орнына жасасаңыздар да, шайға жасасаңыздар да өте дәмді болып келеді бұл печенье. Міне, біріншісіне мен паприка қостым. Көріп тұрғандарыңыздай, осылай алып, жай ғана басын біріктіреміз, қатты илемейміз. Одан кейін осындай етіп мешокқа саламыз да, көріп тұрғандарыңыздай етіп, осылай сәл жай жіберіп, холодильникке салып қоямыз. Енді қалған бөлікті тағы да 2-ге бөлдім. Барлығы менде 3 бөлік айтқанымдай. Екінші бөлікке мен прованские травки дейді ғой, шөптер дәмді, сондай әртүрлі шөптің қоспасын салдым. Ол арнайы қоспа, мен қосқан жоғым. Бір-біріне арнайы прованские травки деген. Соны салып, одан да бір осындай жидым. Бірақ та мен осы жолы байқасаңыздар, мен сәл көптеу езіп қойдым. Сондықтан бұның несі өзгерді, сәл жұмсарып кетті. Бұлай сіздер қатты ұстамасаңыздар да болады. Сәл ғана бірінші көргендеріңіздей басын біріктірсеңіздер болды. Үшіншісін жай классический дейді ғой, өзінің дәмімен жасадым. Маған 3 түрі де ұнады. Мен әртүрлі жасаған себебім, маған отбасына қандай түрлі ұнайтынын білгім келді. Бізге 3 түрі де ұнады. Әрбіреуінің дәмі әртүрлі. Сіздер қалай жасасаңыздар да, болмаса өздеріңізге ыңғайлы дәм қоссаңыздар да болады, әртүрлі етіп. Сушеный чеснок қосса да болады. Қандай дәм қосқыларыңыз келеді, сондай етіп өзгертулеріңізге болады. 15-20 минут, көп емес, холодильникте ұстадым. Міне, одан кейін жазамыз, домалатып, осындай етіп жазамыз. Астына ұнды қолданамыз, себебі оқтауымызға, болмаса астындағы тақтайшаға жабысып қалады. Енді осыны теңге 8-ге бөлеміз. Көріп тұрғандарыңыздай.
міне осы күйі қалдырсаңыздар да болады. Мен әдемі болу үшін осындай мына домалатып, қолда бар ыңғайлы заттарыңызбен осылай жасауларыңызға болады. Жасамасаңыздар да болады. Бірақ та өте бір өзінше әр береді. Мен осындай насаткамен жасадым, екі түрлі домалақ етіп. Көріп тұрғандарыңыздай. Бұны сіздер үйде балдарыңызбен қосып жасасаңыздар өте қызықты болады. Оларға да өте қызық. Осылай мына насатканы беріп қойып, өздеріне жұмыс істетсеңіздер, сізге де балдарыңызға да бірге уақыт өткізуге, бірге жұмыс істеуге оларға да қызықтырасыз. Ас үйдің жұмысына оларды қызықтырасыз осындаймен. Осылай біріншісін жасадым. Көргендеріңіздей. Бұл мезгілде пешті 180-190 градусқа қойып қоямыз. Ол пешіміз ысы береді. Дәл сондай етіп екіншісінде жазамыз. Одан кейін менде төртінші дәм шықты. Ол мына прованский травкамен осылай қалған бар ғой. Жаңа домалақтар қалды ғой, жаңа паприкамен екеуін де қосып жібердім. Өте басқаша бір дәм болып шығады. Міне бір менің противенім дайын. Менің пешімде 190 градуста 13 минуттай пісті. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қараңыздар. Міне біздің печеньеміз дайын. Менің отбасыма ұнады, маған да ұнады. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоның ақырына шейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған әдеттегідей үміткен.